Дәл қазір біз Алматы қаласының қала тұрғындары мен қала қонақтары жиі келетін Республика сарайы мен орталық саябақтың қиылысында тұрмыз. Бүгін жексенбі, келушілер де өте көп, қарасы қалың, ал мұнда әжетхана орналасқан. Қоғамдық әжетхана өздеріңіз көріп тұрғандай жабық тұр. Екінші есікті де тексеріп көрейік. Мұнда да жабық тұр. Дегенмен мұнда 10 мен 8 арасында жұмыс істейді, дегенмен өздеріңіз көргендей жабық. Бюджеттен 160 миллион теңге қоғамдық әжетхана үшін бөлінген еді. Алматы қаласының орталық көшелерінде қала тұрғындар мен туристер жиі серуендейтін орындарға 20-ға жуық әжетхана сатып алынып орнатылған. Бір әжетхананың құны 8 миллион теңге. Қала тұрғындары әжетханалардың үнемі жабық тұратынына наразы. Республика сарайының маңындағы жабық тұрған әжетхананы түсіріп жатқанымызда шетелдік турист келіп есігін тартқылап ақысын төлемек болып еді, алайда төлей алмады. Біз көрген 5 адам есігін тартып көріп қайта кетті. Бүгін жексенбі, мен бүгін қыдырып жүрмін. Сол бүгін әжетханаға кірейін десем, сырттағы даладағы әжетханалар әрден жабық тұрады. Жалпы сырттағы әжетханалар жиі қолданасыз ба? Иә, сыртта жүргенде жабық. Алматы көшелерінің бойында осылай келе жатқан кезде сізге егер әжетхана қажет болатын болса, Тугистан жазып көрсек бізге тауып бере ме екен? Бірге көрейік. Алдымен біз Тугис қосымшасына кіріп, мына жерде әжетхана деп жазып көрейік. Бізге тек қана көрсетіп тұрғаны жақын маңдағы сауда орталықтарын және мейрамханаларды, кішігірім кафелерді ғана көрсетіп тұр. Сол жерден ғана әжетхана қолданасыз деп. Ал бірақ қоғамдық әжетханаларды өкінішке орай көрсетпейді. Қазір біз тағы бір Алматы қаласының тұрғындары мен туристері көп жиналатын орынның бірі Арбатқа келдік. Мұнда әдеттегідей адам көп. Дегенмен адам қарасы көп болса да, әжетхана мәселесі қарастырылмаған. Ал мұндағы адамдар қажетін өтеу үшін қайда барады және не істейді, бірге білейік. Енді адам қатты қысылып бара жатса, егер табуға болады, мүмкіндік кафелерге болсын, бар ғой, возможностьтар көп. Әжетхана салғаны дұрыс, үлкен жер болғаннан кейін міндетті түрде әжетхана болу керек деп ойлаймын. Арбаттағы ресторан дәмханалардан сырттан келген адамдарға әжетханаға кіруге рұқсат бар не жоғын білу үшін бірнеше жердің әкімшісінен сұрап көрген едік, бірақ олар жұмыс уақытында жауап бере алмаймыз деп бас тартты. Қалаға келетін туристер үшін әжетхананың жоқтығы бірден білінеді. Үндістаннан келген турист Анамика өзі үшін әжетхананың болмау қиындық тудырмайтынын, бірақ көп адам жүретін орындарда қоғамдық әжетхана болу керек деп есептейді. Мен үшін бұл жерде қоғамдық әжетхананың жоқтығы қиындық тудырмайды. Десе де қоғамдық әжетхана болса артық етпейді. Себебі мұнда адам көп жүреді, әсіресе жастар. Сол үшін қажет деп ойлаймын. Мен туристпін, күйеуімен бірге Үндістаннан келдік. Қазақстан студенті емеспін. Анаған жалынып төлеп жүресің, болмайды ондай. Қоғамдық орындарға қою керек, әжетхана тегін қылып. Ол тегін қояды, біреу келіп отырып алады да, басы 50 теңге, 100 теңгеден алып отырады. Қала тұрғыны жол сілтеген Арбат маңындағы әжетханаға барып көрдік. Қуанышқа орай ашық тұр екен. Кей жерде әжетхана кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді, дегенмен бұл әжетхана тек сағат 6-ға дейін ғана жұмыс істейді деп жазылған. Ал ішінде қажетті жабдықтар орнатылыпты. Тек нәжістің жағымсыз иісі болмаса, іші таза. Қол жуатын орын, тіпті сабын да болды. Алайда бұл әжетхананы ерте жапты. Қала тұрғындары мен қала қонақтарының қалауы 24/7, тым болмағанда түнгі уақытқа дейін істеп тұрса, әрдайым ашық тұрса дейді. Қаладағы әртүрлі уақыт белгіленген жабық әжетханалар туралы Алматы әкімдігінен сұрап білу үшін ресми сауал жолдап 7 жұмыс күн күткен едік, алайда жауап келмеді. Дина Айтбекова, Мейрамгүл Қайыпқали, арнайы Мінбер үшін.